жұмыстар қашан келсем, кешқұрын келсем бе, әкемнің аяғын, қолын қалап, массаж қылып, әкем топырақ асаң, алтын болсын демейінше кетпейтін еді. Ал енді оны көрген менің перзенттерім, менің аяқтарымды қалап, белімді қалап, сол әдетке айналды. Енді медресенің балдар аяқ мұхаббаты деген бір бұзық пікірлі адамдардың сөзіне мен таң қалып. Себебі менің 30 немерем бар. 15 ұл, 16 қыз немерем бар. Бұлардың бір қашан бос-боса менің алдыма келеді. Бұлардың бәрі бөлек-бөлек. Немерелеріме қазақ хандықтарын, қазақ батырлар қандай болады, соның жеңімпаздар қандай болады, балуаншылар қандай болған, қажымұқан атамыз қандай болған, балалардың бәрімен сұхбат отырамыз. Альхамдулилля, мына мен немерелерім, мынау Закария баламның екінші ұлы, Закариядан 2 ұл 1 қыз қалды, машалла. Мынау Дінмұхаммедтің ұлы, Дінмұхаммедте 3 ұл бар. Мынау қызымның ұлы.